Сөз маржан. Ескі құсқа. Тозығы жеткен, ұзақ пайдаланылған, көп ұсталған деген мағынаны білдіреді. Жарлы сөздің мағынасы. Жоқ жітік, кедей. Бұл жерде сондай адамға ұқсап деген мағынаны білдіреді. Пұл сөзінің мағынасы. Бұл жерде ақша, қаржы, қаражат, яғни мата дегенді білдіріп тұр. Көңілге жел кіру. Бұл жерде басқа адамдарды менсінбеу, яғни тәкаппар болу деген мағынада. Кем-кетік. Бұл жерде жоқ жітік, жарлы, жақы байла, кедей деген мағынада. Тұтыну. Тұтыну сөзінің мағынасы өзіні пайдалану, өз пайдасына ғана жарату дегенді білдіреді. Тіленші. Тіленші сөзінің мағынасы көне сөз, ел аралап, қайыр сұрайтын тілемсек қайыршы адамды атаған. Еп-есті. Бұл жерде ақылың бар адам сияқтысың деген мағынада береді. Әйдік. Әйдік сөзінің мағынасы үлкен, зор, еңселі, дәу деген мағынаны білдіреді. Керемет, тамаша, мықты деген мағынада да қолданылады. Реушті. Реушті сөзінің мағынасы тәрізді, секілді, сияқты, іспетті деген мағынада қолданылады. Қазіргі орфографияда рәушті деп жазылып жүр. Машақ аттану. Бұл жерде бейнеті ауыр еңбек, яғни қиындығы көп жұмыс деген мағынада қолданылған. Пісім. Пісім дегеніміз егіннің толық піскен кезі. Тағзым. Ізет, құрмет, қошемет деген мағынаны білдіреді. Қожа. Қожа сөзінің мағынасы қазақ тілінде қожа сөзінің мағынасы өте көп. Бұл жерде бір нәрсенің иесі, егесі деген мағынаны білдіреді. Кекірею. Бәлсіну. Кесапаттану, шалқаю, яғни тәкаппарлану деген мағына білдіреді. Қалып. Қалып сөзінің мағынасы қазақ тілінде өте көп, сондықтан бұл жерде белгілі бір сәттегі адамның қал жайы, күйі, кейпі, түрі деген мағынада қолданылған.